Дәрет алу ислам дініндегі аса маңызды құлшылықтардың бірі ие. Намаздың қабыл болуы дәреттің дұрыстығына тікелей байланысты. Ал намаз болса, мүминнің Аллаға жақындай түсуіне себеп болатын ғибадат. Осыған орай, дәрет алудың өз алдына бөлек Алла тағаладан берілетін үлкен сауабы бар. Бүгін біз исламдағы ең маңызды амалдардың бірі дәрет жайында, және дәрет алу кезіндегі ең ауыр күнә туралы сөз қозғаймыз. Бұл тақырып әрбір мұсылман үшін өте маңызды. Себебі дәрет намаздың кілті, ал намаз тірегі. Дәрет алу мүминнің өз денесін тазалықта ұстауының бір түрі. Сондықтан таза жүрген мұсылманға Алла тағала әрдайым разы болатыны ақиқат. Алла ондай құлдарын жақсы көреді. Бұл туралы Құран кәрімде шәксіз Алла тәубе етушілерді жақсы көреді әрі таза болушыларды да жақсы көреді делінген. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын айтты. Тозақ отынан өкшелерге нала. Себебі оларды су тимей қалдырып дәретті толық алмағандар. Бұл хадис дәрет алу кезінде дененің кей бөліктерін толық жумау ауыр күнә екенін көрсетеді. Мысалы, өкше, шынтақ немесе бет толық жуылмаса, дәрет толық болмайды, ал бұл намаздың қабыл болмауына әкеледі. Кейбір адамдар дәретке жай ғана бір судың астына түсіп шығу деп қарайды. Бірақ Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын айтты. Кімде-кім дәрет алып, оны толық әрі әдемі орындаса, Алла оның барлық кіші күнәларын кешіреді. Яғни дәрет Алланың мейіріміне апаратын есіктердің бірі. Ал оған немқұрайлы қарау оған жабылған есікпен тең. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте Алла елшісі кімде-кім үйінде жақсылап дәрет алып, Алла парыз еткен амалдарының бірін орындау үшін Алланың үйлерінің біріне баратын болса, оның жасаған бір қадам үшін күнәсі кешіріліп, тағы бір қадаммен дәрежесі артады деді. Бұл хадистен алатын ғибрат, мүминнің мешітке келген соң емес, мешітке баратын алдында дәрет алуы аса маңызды. Омар ибн Хаттаб риуаят еткен хадисте Алла елшісі кім дәрет алса, дәретті жақсылап алса, содан соң мен Алладан басқа тәңір жоқ екендігіне және Мұхаммед Алланың құлы әрі елшісі екендігіне куәлігемін. Уа Алла, мені тәубе етушілерден әрі таза болушылардан қыла көр деп айтатын болса, онда оның алдынан міндетті түрде жәннаттың 8 есігі айқара ашылып қалағанынан кіреді деген. Муғаз ибн Жәбелдан Алла елшісі қандайда мұсылман дәреті толық болып, күндізгі уақытты өткізіп, тіпті түнде төсегінде әрі-бері аунап, Алладан осы дүние мен ақырет үшін дұға етіп сұраған болса, Алла оған соны береді деген. Омардан Алла елшісі риуаят етіледі. Кімнің дәреті толық болып, дәретін жаңартын қайтадан алатын болса, Алла оған 10 сауап жаздырады. Дәретті толық әрі мұқият алу намаздың қабыл болуының кепілі. Сондықтан әрбір мұсылман дәрет алу кезінде аса мұқият болуы керек.